Сәлеметсіз бе, апай? Мен стресс екіні тапсырайын дегенім. Так, бірінші біз қайтадан запускать етейік. Эпохалар көп болған себебінен қазір запускать етіле берсін. Кәшке код түсіндіре берем. Запускать етілгеннен кейін сізге ответін көрсететін болам. Бірінші біз библиотекаларды, кітапханаларды импорттап аламыз. Бізде OSV секілді, мысалға SV келетін болса, Computer Visions, ол суреттерді өңдеу үшін қолданылатын библиотека. Одан кейін import numpy snp деген библиотека бар. Оны біз матрицаларды, массивтерді создать ету үшін, өңдеу үшін пайдаланамыз. Одан кейін бізде import pandas spd болады. Ол графикаларды өңдеу үшін арналады. Одан кейін бізде import pickle болса, ол файлға жүктеу және оны қайта орнатып өңдеу үшін біз пайдаланамыз. Одан кейін import matplotlib pyplot келетін болсақ, ол бізде нейрондық желілерді оқуға арналған библиотека болып келеді. Одан кейін from tkinter келетін болсақ, бізде ол жерде button секілді сияқты арнайы ячейкалар болады. Соларды біз орнату үшін қолданамыз. Одан кейін matplotlib patches дегеніміз, ол бізде төртбұрыш ректангл бар ғой, сол төртбұрыштарды орнату үшін, өңдеу үшін біз осы библиотеканы пайдаланамыз. Одан кейін sklearn, model, selection, import, train, test, split болса, бізде бұл жерде train test деп өзі атайтып тұрғандай, train деген 80% біз оны оқып дамытамыз, ал тест 20% соны тестілейтін боламыз. 20% соны тестілейтін боламыз. Одан кейін from sklearn preparing import label encoder дегеніміз, ол жерде біз әріптерді, бізде осы массивте берілген әріптерді біз санға айналдырамыз. Өйткені бізде Python тек қана сандарды ғана мен жұмыс жасайды, яғни әріптермен жұмыс жасамайды. Одан кейін келесі бізде sequential болып келеді. Ол бізде осы нелерді, қалай айтсам болады, нейрондық желілерді создать ету үшін қолданылады. Одан кейін астында міне көріп тұрғаныңыздай conf 2D, max polling 2D, pletching, dance, dropout деген барлығы бізде ол сол нейрондық желілермен байланысады. Яғни мысалға conf 2D дегеніміз ол 2D режиміндегі нейрондық желілер болып келеді. И одан кейін max polling дегеніміз ол максималды түрде ең жоғарғы нені айтамыз? Мен нейрондық желілерді айтатын боламыз. Нейрондық желілердің өлшемін айтамыз. Одан кейін flatten келетін болсақ, ол барлық, мысалы 2D-ның векторлардың барлығын бір векторға жинау үшін пайдаланады. Одан кейін dense және де dropout бізде. Dense келетін болсақ, ол жерде осы нейрондық желілердің қабаттарын айтады. Одан кейін dropout ол бізде нейрондық желінің өшіру, удалить ету секілді пайдаланатын боламыз бұл библиотеканы. Келесі from TensorFlow keras util import to categoricalға келетін болсақ, ол белгілі бір, бұл бір рет қана массивтерді бір позиция ғана жинайды. Соларды импорттайтын болады. Одан кейін енді біз библиотекаларды айтып шықтық. Бұл библиотекалар бізде кодта керек болады. Мысалға айтатын болсақ, біз бірінші біз не ашамыз? Функция ашамыз. Def арқылы функция ашамыз. Ол def арқылы функцияны ашу арқылы біз графиктің фоны бізде қара болып тұрады, қара цветпен. Мысалы is dark деп осы жазылып тұр. Мен көрсетіп жүрейін. Is dark true деп тұр ғой. Егер де осы қара түспен немесе ақ болуы үшін пайдаланылады. Осы біздегі функцияны сол үшін пайдаланамыз, осы жердегі барлығын. И потом келесі бізде тағы бір функция ашамыз. Бұл функцияда біз Excel-де суреттерді жүктеу үшін пайдаланамыз. Функцияны ашамыз. Бізде функцияның аты load data болып келеді. Ішіне обязательно міндетті түрде Excel патчпен image фолдерді ішіне енгіземіз. Міне бізде уже ответі шығып қойды. Қазір бұл ответін түсіндіріп беретін болам. Қазірше кодты жалғастырып түсіндіріп берейін. Мысалға бұл жерде
айтатын болсақ, бұл жерде біз фотоны, Excel'ді барлығын как положено түсіндіріп отыратын боламыз. Қараңыз, бізде бұл жерде Excel файлын оқу үшін, міне осы біздің арнайы өзіміз жолымыз бар. Сол жол жазу арқылы біз Excel'дегі файлдарымызды, жазған файлдарымызды барлығын оқи аламыз. Одан кейін бізде бұл жерде жинау үшін images пен labels деген екі айнымалы береміз. Екі айнымалы дегенде бұл жерде массив, яғни соның ішіне жинайтын боламыз. Сол себепті міне екеуінің ішіне еш нәрсе жазбаймыз, себебі ол жерде басында бізде пустой болады. Өйткені дальше оған қосыла беретін болады. Одан кейін бізде цикл, for циклын ашу арқылы оның ішіне осы формулалар арқылы добавить ететін боламыз. Добавить етіліп қосылып отыратын болады. Әр біздің labelsіміз мысалға қосылады, мысалға append деп image'іміз қосылады. Image дегеніміз ол бізде суретіміз барлығы осы арқылы, осы цикл арқылы қосылып отыратын болады. Одан кейін функция, міне қараңыз, астына уже for цикл арқылы цикл жүргеннен кейін images'ің ішіне және де осы labels'ың ішіне уже бізде массивтер жиналады. Ол массивтерді бір-біріне теңестіріп қоятын боламыз. И оны міндетті түрде біз қайтаруымыз керек. Өйткені функцияны қойғаннан кейін біз функцияда ішінде орын алып қоя салмайды ғой. Функциядан бізге ол қайтып келу керек. Яғни бұл жерде return орналасады. Return image labels деген айнымалымыз орналасады. Келесі бізде ол dev create модуль болып келеді. Бұл жерде біз модельді құру үшін пайдаланамыз. Модельді құру үшін осы функцияларды қабылданамыз. Так, қалай айтсам екен? Міне create model деп, модельді құру үшін біз функция ашып аламыз. Және де бұл жерге біз модельдерді кіргізіп бастаймыз. Яғни жаңа айтып өттім ғой, бұл жерде нейрондық желі қалыптасады. Міне астында жазылып тұр барлығы. Conf 2D, мысалға max pooling 2D секілді барлығын ішіне кіргізіп жазып қоятын боламыз. Осы жерде міне input activation бізде reload пайдаланамыз. Бұл жерде біз reload'ды пайдаланатын боламыз. И осы жерде полный жазылып тұр, көрсеңіз болады. Барлығын нейрондық желілерді біз осы функция арқылы ішіне кіргізіп қоятын боламыз. И бұл жерде де міндетті түрде return, яғни қайтадан бізге модельді алуымыз керек. Өйткені біз оны кейін көрсету үшін қайтадан сол моделімізді шығаруымыз керек. Келесі сол визуализация терезесі. Яғни бағана айтып өткенімдей визуализация. Бұл жерде функцияны ашамыз. Функцияның аты dev show window болып келеді. Бұл жерде біз бұл функция арқылы 18 сурет көрсетіледі. Яғни осы функцияны қолданып болсақ, мына жерде мысалы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Яғни 18 суретті бізде осы жерде көрсету үшін осы функцияны береміз. Осы функцияны беру арқылы міне осы біздің суретіміз қазір шығып тұр. Бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай, әр суреттің астына модельдің болжалы аты шығып тұр. Мысалы, міне бағлан деген секілді, әрқайсының өзінің аты шығып тұр. Қанша процентпен кететіні, соның барлығы осы функция арқылы кетеді. Мысалы, егер де бұл жерде пейджіміз, яғни суретіміз 0-ден кем болатын болса, либо болмаса ұзындығы тең болатын болса, бізге ол ешқандай да плюс бермейді, яғни ештеңе бізде жазылмай кетеді. Ал егер де одан да жоғары болған кезде болатын болады. Мысалы, одан кейін астына жазылып тұр rows calls деп, яғни бұл ұзындығы мен енін полный істейтін боламыз. Ұзындығы мен енін істеу үшін мында осы формулалар арқылы пайдаланып шығаратын боламыз. И одан кейін бізде for арқылы қайтадан цикл ашылады. Ол цикл арқылы біз осы полный көре аламыз суреттегі жазуларды. И потом тағы да цикл ашамыз. Циклдың өте көмегі тиеді біздің осы жерде. Одан кейін файлға тікелей жолдама алу үшін, тікелей жолдама деппін ғой енді. Тікелей байланысу үшін біз for I file name in enumerate parts page болатын болады. Яғни біз файлдағы суреттердің барлығын көріп, оқи алу үшін осымен пайдаланатын боламыз. Міне осы жерде row да жазылып тұр, call да жазылып тұр, яғни ұзындығы да, ені де барлығы осы I арқылы тікелей байланысып келеді. Осы I арқылы тікелей байланысып, біздің ұзындығымыз бен еніміз шығып, суреттегі әріптерді полный оқитын болады. Егер де бұл жерде екеуі бір-біріне тең болып қалатын болса, яғни вообще ұзындық болмайтын болса, ол кезде break, яғни уже бізде бұл функциядан шығып кетеді. И одан кейін келесісі
бізде одан кейін келесі суреттердің полный көреді барлығын. И міне